Алтын Алмаз компаниясына тиесілі Ақбақай алтын кен орны өндірісті 1,5 есеге көбейтуді жоспарлап отыр. Бүгінгі таңда кен орнында модернизация және цифрландыру бағдарламасы аясында инновациялық технологиялар енгізілген. Жақын арада жаңа зауыт іске қосылатын болса, алтынның жылдық шығарылымы 13%-ға артады дейді мамандар. Жамбыл облысына барып қайтқан тілшіміз Жандос Айтбайұлы әңгімелейді. 1968 жылы белгілі геолог Дубек Дүйсенбеков ашқан Ақбақай кен орнында қазіргі таңда жерасты жұмыстары қол еңбегінен механикаландырылған өңдеу тәсіліне көшкен. Жаңа технологияларды жастары жетік меңгеріп, жұмыс сапасы ғана емес, өнім көлемі де айтарлықтай жоғарылаған. Ал Алтын Алмаз компаниясы олардың алаңсыз жұмыс істеуіне барлық жағдайды жасапты. 600 метр тереңдікте интернет желісі ғана емес, кеншілерге керектінің барлығы бар. Жалпы жағдай қиын емес. Бізде жер астында жұмыстар ауыр болғанымен, жер бетіне шыққаннан кейін осы жерде демалатын орнымыз, жататын орнымыз, тамақтарымыз бәрі жақсы. Футбол алаңы, теннис алаңы, спорт зал бәрі жақсы. Цифрлық кеніш жобасын енгізу аясында СКАДа қашықтан басқару бағдарламасы арқылы кеншілердің жер астындағы барлық әрекеттері бақылауды болады. Биыл Ақбақай кен орнындағы өндірістік көрсеткіш 1,5 есеге жоғарылайды. Өйткені жақында жаңа зауыт іске қосылады дейді мамандар. Фаза нөмір 1-мен жұмыс жасаған кезде біз жылына 850 мың тонна кен өңдегенбіз. Енді бұл фаза нөмірді 2-ні қосқаннан кейін біздің өңделетін кен көлемі ұлғаяды. Оның саны 1,2 миллион тоннаға жетеді. Бұны қосқаннан кейін де бізде қосымша жұмыс орындары ашылады. Ақбақай кен орны биыл 2000 келеден аса алтын өндіруді жоспарлап отыр. Қазіргі таңда мұнда 1158 адам еңбек етеді. Компания жергілікті халықты жұмысқа орналастыруға ұмтылып қана қоймай, сонымен қатар жақын маңдағы ауылдың инфрақұрылымын дамытуға атсалысады. Жандос Айтбайұлы, Нұрдәулет Жақсыбаев, қорытынды жаңалықтар, Жамбыл облысынан.